Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстанның негізгі заңдарының бірі. Конституция термині латын сөзінен алынған. Ол латынша белгілеу, орналастыру мағынасында. Ал қазіргі түсінік бойынша Конституция мемлекеттің негізгі заңы. Ғылыми саяси құқықтық тұрғыда Конституция материалдық, нысандық мағынада өзіндік мән мағынаға ие. Алғашқы Қазақстан Конституциясы 1926 жылы 18 ақпанда, КСРО құрылғаннан кейін 1925 жылғы РСФСР Конституциясы ескеріле отырып, КАС-АКСР орталық атқару комитетінің қаулысымен түпкілікті редакцияда қабылданды. Өйткені бұл кезде Қазақстан РСФСРдің бір бөлігі болатын. Бұл негізгі заң басқару нысанын, мемлекеттік құрылысты, саяси режимді, мемлекеттік билік органдарының құрылымын, атқарушы өкім беруші органдарын бекітті. Сайлау құқығының бюджеттік құқықтың негізгі бастаулары белгіленді. Осы Конституцияға сәйкес Қазақстан РСФСР құрамындағы толық құқықты республика болып танылды. Бүкіл Қазақ кеңесінің 10-шы съезінде 1937 жылғы 26 наурызда қабылданған Қазақ КСР Конституциясы 11 тараудан және 125 баптан тұрды. Онда КСР Конституциясының 14-ші бабының шегінен тыс Қазақ КСР-ның өзіндік егемендік құқықтарын толық сақтай отырып, мемлекеттік билікті дербес жүзеге асырады деп жазылған еді. 9-шы шақырылған Республика Жоғары кеңесінің кезектен тыс 7-ші сессиясында 1978 жылы 20 сәуірде қабылданған Қазақ КСР Конституциясы кіріспеден 10 бөлім, 19 тарау және 173 баптан тұрды. Конституцияға сәйкес бүкіл үкімет билігі жұмысшы, шаруа және еңбек интеллигенциясы таптарына жататын халықтың қолында болды. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 12-ші шақырылған Қазақстан Жоғары кеңесінің 9-ші сессиясында қабылданды. Ол кіріспеден 4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан тұрады. Конституция Қазақстан мемлекеттік егемендігін алған сәттен берді көптеген құқықтық нормаларды. Халықтық егемендік, мемлекет тәуелсіздігі, билікті бөлісу принципі, қазақ тілін мемлекеттік тіл деп тану, президентті мемлекет басшысы деп тану, сот органдарын, жоғары конституциялық және жоғары арбитражды соттар және басқа да нормаларды қамтыды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Бұл күн мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күні болып табылады. Ұлы дала халқының тұрмыс тіршілігінің рет тәртібі, салт дәстүрінің негізінде түзілген 7 жарғы қазақ елінің нағыз әділ конституциясы болды. Қазақ халқының құқықтық заңының бірінші кезеңі қазақ елінің патшалық Ресейдің отарында болған 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың алғашқы кезеңін алады. Ал екінші кезең ол кеңестік социалистік республикалар одағы заман еді. Үшінші кезең қазақ елі тәуелсіздік алған 1990 жылдан басталады. Отарлық заман мен кеңес одағы заманында қазақтың құқықтық әділет заңдары патшалық Ресейдің отарлау саясатына және Қызыл империяның идеологиясына сәйкес болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан жоғарғы кеңесі республикамыздың тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылдады. Бұл тарихи құнды құжат тәуелсіз мемлекетіміздің конституциялық, құқықтық негізін қалады. Осы сәттен бастап дербес ел болып іргеміз бекітіліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жер жаһанға жария етілді. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі дауыс беру арқылы 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасы алғашқы ата заңын қабылдады. Бұл басты құжат ұлттық мемлекеттік тәуелсіздікті құрудың негізін қалай отырып, мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымдық реформаларының бастауы болды. Бұл конституция президенттің позициясын күшейтті. Осы құжат қабылданған соң, президент тек қана мемлекеттің емес, елдің атқарушы билігінің бірыңғай жүйесінің басшысы болды. Конституцияға тағы бір жаңалық енгізілді. Бұдан былай, жергілікті өкілдік етуші және атқарушы органдар жергілікті мемлекеттік басқаруға қарайтын болды. Қабылданған осы бас құжаттың кейбір баптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 1995 жылы
30 тамызда ата заңымыз қабылданды. Бұл конституцияны еліміз референдум арқылы қабылдап, мемлекетіміздің бүгіні мен ертеңінің арасына алтын көпір салынды. Ата заңымызда адамдардың құқықтары мен бостандықтары, билік институттарын демократиялық жолмен қалыптастыру және дамыту, Қазақстанда азаматтық қоғам құру туралы дүниежүзі таныған прогрессивті идеялар бекітілді. Ата заң Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі, құқықтары қорғалып, мемлекетіміздің дамуы, діни мәселелер, этносаралық қарым-қатынастар үйлесіміне бұлжымас кепіл болды.